Шахматтан әлем чемпионаты үшін матч 5-ші партия Гуккиш Доммараджу Динклерен 5-ші партия. E4, E6, француз қорғанысы D4, D5, E7, E7 әрбастау варианты. ATF3, ATF6, піл-D3 және C5. Бірден негізгі орталыққа шабуыл жасау. C3, C4, піл-C2, піл-D6. Қаралар қысылып тұрған жоқ, тек қана алға. Уәзір E2 шах, уәзір E7, алдық-алдық, рокировка. Тура E8, енді фигурамызды ашық жолға орналастыруымыз керек. E1 шах, патша F8, алдық, және піл G5. Бұның ең басты мақсаты әрине мына өрт сөндіргіш қорғаушы аттың көзін жою. Ат B D7, ондай мүмкіндік бермейміз. D2 H6, біздің аумағымыздан кет деген сияқты. Піл H4 және ат H5. Бұл енді қалыпты жүрістердің бірі. Мына F4-тегі торға ұмтылады. Тура E1 шах, ашықтық жолға өзінің турасын орналастырды. Патша F8 және G4. Орталық тұрақты, сол себепті оң қанатта және сол қанатта шабуыл жасауға болады. Ат F4, бұл енді атақты Гарри Кимович Каспаровтың сүйікті аттарының бірі. Піл G3, ат B6. Біріншіден мынаны қорғау, екіншіден мына жерге шабуыл жасау. G5, HG, былай деген сияқты және піл D7. Біріншіден пілді іске қосады, екіншіден мына тураның жолын ашады. Ат F3, тура E8, енді жалғыз осындай тік жол үшін күрес. Ат негізгі орталыққа барды, алдық, және ат D3. Бұл енді 8 аяқ ат, бұл туралы сіздер өте жақсы білесіздер деген сияқты. Алдық, және F3. Мынау қосарланған сарбаз болса да, бірақ мынау өтетін сарбаз. Осы туралы ұмытпаңыздар, бұл өте маңызды сарбаздардың бірі. Ат C4, алдық, енді мына түстері бөлек пілдердің арасындағы күрес. Көбінесе патшаға шабуыл жасау керек, немесе өтетін сарбазды ұйымдастыруға тырысу керек. Тура E4, бірден мына сарбазға шабуыл жасау, және мынаны қолдайтын ойыншының көзін жою. Піл C6, енді сен мынаны алатын болсаң, мен мынаны алам деген сияқты ғой. Тура D4, өткені бақылауда ұстап тұру керек, өте маңызды. Алдық, және патша F2. Ойынның соңында патшаның белсенділігі өте маңызды. Піл C6, алдық, тура D8, енді тарыш ережесіне сәйкес артынан орналастырдық. Тура D4, алдық, және піл D5. Біріншіден мына жерге шабуыл жасау, және мына сарбазды бұғаттау. B3, патша E7, патша ойынның соңында белсенді болу керек. Патша E3, патша E6 және G6. Бүкіл сарбаздарды ақ түске орналастырды. Бұл позицияны ұту мүмкін емес. C3 енді бірнеше жүріс жасады да позиция 3 мәрте қайталанды. Әзірше есеп 2,5-да 2,5.